Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман. Өзеннің жеңіл жылдам ағысы жастық шағымызды, шарпыған теңіз батылдықты, тып-тыныш көл қарттықты бейнелейді. Неліктен адам қартайған шағында өз сезімін бақылап, оның іс-әрекетін сынай бастайды? Жас кезінде неге жасамас еді? Кәрілік онсыз да адам төзгісіз. Жастық шақта бүкіл өмір із-түссіз өтіп, есін әрең ұстаса, кәрілік шағында әрбір болмашы сезім басына шегедей қадалып, сан алуан сауалдар туғызады. Жас жігіт айнадан үйренгенді, қария кірпіштен де көреді. Қарттықтың азығы даналық екенін түсініп, қарттықтың ассыз қалмауы үшін жастықта әрекет етіңіз. О жастар, мүмкін сіздің сүйкімділігіңіздің құпиясы бәрін жасай білуде емес, сіз бәрін жасаймын деп ойлау қабілетінде жатыр. Жастардың санасында қандай көңіл-күй басым екенін айтыңыз. Мен кейінгі ұрпақтың мінез құлқын айтайын. Кімде-кім кәрілікке жетсе, жас кезінде сән салтанатпен ауыратын болады. Сондықтан жастық шағында сәл салтанаттан аулақ болу керек. Орта жас – бұл зейнетке шығуға тым жас және басқа жұмысқа тұру үшін тым кәрілік. Қартайғанда жастық шағыңның бақытынан гөрі арманын көбірек аңсайсың. Адам үйреніп, жаңа әдеттерге ие болып, қарсылықтарға төзе білсе, әлі жас. Қазіргі жастар ақшаны бәрі деп елестетеді. Жылдар өте, олар бұған көз жеткізеді. Қарт пен жігіттің әңгімесі әдетте екі жақтан менсінбеушілік пен аяушылықпен аяқталады. Жастық, адасушылық, жетілген жас, күрес, кәрілік, өкініш. Жас кезімізде біз сүю үшін өмір сүреміз. Есейген кезде өмір сүруіміз керек. Ескі шарап жаңа шарапқа, ескі жүректер жас сезімдерге шыдамайды. Қарттар бәріне сенеді. Есейген адамдар бәріне күмән келтіреді. Жастар бәрін біледі. Жас жігіт үлкендердің жоқ екенін түсіне бастағанда ересек болады. Ең өкініштісі, қарттықтың жақындап келе жатқанында емес, жастың кетіп бара жатқанында. Жастар алға қарайды, қарттар артына қарайды, қалғандары таңдана көздерін жұмып отырады. Маған жастардың ең ұнамайтыны, мен енді оларға тиесілі емеспін. Жастық шақ тұрғысынан алғанда, өмір бұл шексіз болашақ, кәрілік тұрғысынан өте қысқа өткен. Адам ақымақтық жасаудан қорықпаса жас. Жас кезінде үйренеді, қартайғанда түсінеді. Жастардың ішінде бозарғандарға қарағанда қызарғандар жақсы. Жастық барлық есіктерге кіріп, қалған есіктерді қағуға тоқтатқанда аяқталады. Жас кезімізде өмірде өте бай болып, бар байлықтарымызды әркімге ықыласпен қарызға береміз. Бірақ қартайғанда
Қарызды өндіріп алуға барсақ, оны ешкім қайтармайды. Жастар сұлулықтың не екенін жақсы білмейді, олар тек құмарлықты біледі. Сіз балалық шаққа түсе аласыз, бірақ жастыққа емес. Жастық көбелектер сияқты, олар жарыққа ұшып, отқа түседі. Жастардың асығыс күнә жасауы табиғи нәрсе. Әр заманның өз сүйкімділігі бар, бірақ жастықта ол да бөтен. Алғашқы 20 жыл өмірдің ең ұзақ жартысы. Жас кезімізде тауды жылжытамыз, сосын оның астынан шығуға тырысамыз. Ей жастар, жастық шақ, бәлкім сенің сүйкімділігің бар сыры бәрін істей білуде емес, сен бәрін істеймін деп ойлау қабілетіңде шығар. Жастық адасу, есею күрес, кәрілік өкініш. Жастар болашағына, кәрілік өткеніне алданады. Жастық ұшады, өтіп бара жатқан уақытты ұстаңыз, өткен әр қашан бүгінгіден жақсы. Жастық ең үлкен сиқыршы. Арнама тіркеліп өтіңіз, өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Пайдалы нақыл сөздермен өз жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.